эми. Менің қолымдағы бұйым білезік. Бұл бұйымның жасалуы ерекше. Ендеше бүгінгі сабағымыз қолданбалы өнер, зергерлік өнер жайлы болмақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түркілердің материалдық және рухани мәдениеті. Сабағымыздың мақсаты көшпелілердің қолданбалы өнер жетістіктерін сипаттау, сәулет өнер ескерткіштерінің ерекшеліктерін түсіндіру. Бағалау критерийлері көшпелілердің тұрмыстық бұйымдарының қолданылуын сипаттайды, сәулет өнер ескерткіштерінің ерекшеліктерін түсіндіреді. Көріп тұрғандарыңыздай кигіз үй көшпелілер үшін өте ыңғайлы болды. Бұл тез шығуға, тез жинауға, көшіп қонуға өте ыңғайлы. Кигіз үйдің негізі қаңқасы кигіз үйдің сүйегі деп аталады. Ол бірнеше бөліктен тұрады. Олар кереге, уық, шаңырақ, есік, сықырлауықтан тұрады. Олар кептірілген қайыңнан, теректен немесе талдан жасалады. Кигіз үйдің негізі кереге деп аталады. Сонымен қоса, кигіз үйдің математикалық сипаты да бар. Бір уықтың ұзындығы 12-16 қарыс мөлшерде жасалады. Әрбір үйдің қанат санына байланысты 45-тен 20-ға жуық уықтар болады. Бұл кигіз үйлерді жасайтын арнайы қолөнершілер тобы болды. Бұл қолөнершілер тобы арнайы ағашқа жақын жерлерде орналасып, олар кигіз үйлерді арнайы тапсырыс арқылы жасаған. Үйлердің құрылысын сатып немесе малға айырбастап отырған. Мысалы, сандық, киім-кешек, түрлі заттарды салуға арналған жиһаз. Асадал, тағам, ас салуға арналған жиһаз. Адалбақан, киім, түрлі мүліктерді ілуге арналған жиһаз. Кебеже, ас, тамақ салуға арналған жиһаз. Бұл жиһаздардың барлығы ағаштан жасалады. Сонымен қоса, сыртына түрлі оюлармен безендіріліп өрнектелген. Әсіресе көбіне қошқар мүйіз оюларын өрнектеп салған. Кигіз үйдің тура ортасында дөңгелек үстел орналасады. Ол үстел ағаштан жасалады. Сонымен қоса, осы үстелдің үстіндегі барлық бұйымдардың барлығы теріден және ағаштан жасалған. Мысалы, қымыз құюға, шұбат құюға арналған ағаш ыдыстар. Сонымен қоса, қыштан түрлі ыдыстар жасаған, сырттарын геометриялық өрнектермен өрнектеген. Қыш бұйымдары 10-12 ғасырларда тарала бастады. Әсіресе айтатын болсақ, көзе, құмыра, тостаған, шамдар жасау кеңінен таралған. Сонымен қоса терезе әйнектерін де жасай бастаған. Сабақ басында айтып өткен зергерлік өнер орта ғасырларда өте жақсы дамыған. Зергерлер алқа, сақина, сырға, білезік және тағы да басқа бұйымдарды полихромдық стильде жасаған. Әсіресе жетісу өңірінде қоладан, күмістен жасалған бұйымдар кеңінен таралған. Зергерлер әшекейлерді алтын жалату, техникалық әдістерді қолданып, оларды жетілдірді. Сонымен қоса балқытып құю, нақыш салу, өрнек салу әдістері арқылы қолданылды. Айна, қола, білезіктер, тарақ, алқа жасау кең таралған. Ежелден маңызды салалардың бірі ұсталық кәсіп болды. Ұсталар әдетте жеке махалаларда қоныстанды. Мыстан жасалған бұйымдар өндіру әсіресе кеңінен таралған. Мысалы, ыдыстар, қоладан, шырақтандар жасалды. Ал енді сабағымыздың екінші мақсатына сәйкес бейнебаянды тамашалайық. Мемлекеттердің құрылуы, шаруашылықтың өркендеуі, орта ғасырларда қазақ жерінде сәулет өнерінің дамып, құрылыстың көптеп салынуына негіз болды. Әсіресе атақты адамдарға арналған ескерткіштер өте көп салына бастады. Соның бірегейі аса құнды мұра саналатын Арыстан баб кесенесі. Кесене ескі отырар жұртының маңындағы Сырдария өзеніне жақын жерде орналасқан. Арыстан баб Мұхаммед пайғамбардың замандасы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы саналады. Тағы бір сәулет ескерткіштерінің ерекше үлгісі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Кесене 1396-1404 жылдары Мауараннахр билеушісі Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылған.
Ерте кезден сақталған ғимараттардың тағы бірі 11-12 ғасырларда салынған Айша бибі кесенесі. Бұл кесене қазіргі Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Сәулет өнерінің тағы бір ерекше туындысы Қарахан кесенесі. Бұл кесенеде Тараз қаласының маңында орналасқан. Орта ғасырлардағы қазақ жеріндегі белгілі ескерткіштердің бірі Жезқазған қаласынан 40 шақырымдай жердегі Кеңгір өзенінің жағасында орналасқан Жошы хан кесенесі. Айша бибі, Болған ана, Қарахан, Бабаджа қатын кесенелері Қарахан дәуіріндегі ескерткіштер саналса, Жошы хан кесенесі Алтын Орда заманындағы ескерткішке жатады. Ал Қазақ хандығының тұсында көтерілген зәулім ескерткіштердің бірі Алаша хан кесенесі аңызға айналған қазақтың арға тасы Алашаға арналған. Бейнебаянда айтылып өткендей, Жезқазған өңірінде, өзіміздің өңірімізде бірнеше ескерткіштер орналасқан. Атап өтетін болсақ, Жошы хан кесенесі, Алаша хан кесенесі, Болған ана, Құлан қатын кесенесі, Домбауыл кесенесі орналасқан. Осының ішіндегі Жошы хан кесенесіне тоқталып кететін болсам, Жошы хан кесенесі Жезқазған қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан. Кесене 13-14 ғасырға жатады және күйдірілген кірпіштен жасалған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытау 2019 халықаралық туристік форумында Алтын Орданың негізін қалаған Жошы ханның есімін ұлықтауды, кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыруды тапсырды. Қазіргі таңда Жошы хан кесенесінің маңында түрлі құрылыс нысандары салынып, өңіріміз әрі қарай дамып, шаралар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі өтілген сабағымыздың мақсатына сәйкес тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Берілген суретке сәйкес орта ғасырлық сәулет өнерінің ескерткіштерін анықтаңыздар. Жоғарыда көрсетілген сілтемені басу арқылы тапсырмаға өтіңіздер. Дұрыс жауабын тексерейік. Екінші тапсырма. Learning Apps платформасы арқылы берілген тест тапсырмаларын орындаңыздар. Дұрыс жауабын тексерейік. Жошы хан кесенесі қай ғасырда салынған? 13-14 ғасырда. Бабаджа қатын кесенесі салынған қала маңы Тараз. Қарахан күмбезі кесенесі орналасқан қала Тараз. Сәулет өнерінің ескерткіші Айша бибі кесенесі салынған мерзім 11-12 ғасыр. 14-15 ғасырда далалық сәулет өнерінің үлгісінде салынған ескерткіш Алаша хан. Енді үшінші тапсырманы орындайық. Тапсырма киіз үй құрылысын суретке сәйкес анықтаңыздар. Үстінде берілген сілтемені басу арқылы орындаймыз. Дұрыс жауабын тексерейік. Уық, шаңырақ, кереге, сықырлауық, ошақ, киіз. Төртінші тапсырма. Кестеде берілген қолданбалы өнер жетістіктерін суретпен сәйкестендіріп, анықтап жазыңыздар. Дұрыс жауабын тексерейік. Ағаштан жасалған бұйымдар. Сандық, түрлі заттар бұйымдар салуға арналған жиһаз. Теріден жасалған торсық, сусын құюға арналған теріден жасалған бұйым. Қыштан жасалған қыш ыдыстар, көзе құмыралар.
тағам салуға арналған қыштан жасалған ыдыс-аяқ, металдан жасалған бұйымдар, шырағдан, металдан жасалған, қоладан жасалған шырағдандар, басқа да жауаптары қабылданады. Бүгінгі сабағымызға сәйкес көшпелілерді қолданбалы өнер жетістіктерін сипаттадық. Көшпелілердің сәулет өнері жетістіктеріндегі ерекшеліктерді анықтадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.